осы жылы Қайсар ұшады. Командаңыз чемпион болмайтынын білесіз. Біз өкіні 1,2 миллиард ақша, ол ақша емес. Легионердің не қажеті бар? Қай сәтте, қай уақытта тек қана қазақстандық ойыншылармен ойнауға болады. Сонда қазақстандық ойыншылар чемпион атануға әлі жетпейді ғой сонда, орташа футболист. Мемлекет қаржы құю керек ол инфраструктураға. Қайсар және Елімай. Астана аренадамыз. Қазақстан футбол лигасы басталды. Екінші тур ойыны бұл. Бізге мына мәселе қызық. Астана аренада семейлік Елімай Қызылордалық Қайсарды қабылдап жатыр. Қызыл жидедегі ойыншылардың барлығы қазақстандық. Биыл алғашқы рет осы Қазақстан футболының тарихында бір команда тек қана қазақстандық спортшылармен, футболшылармен өнер көрсетеді. Бұл бастама қайда апарады Қайсар, қандай жетістікке жетеді биыл? Осы сұрақтың жауабын жанкүйерлерден, спорт сарапшыларынан және Қайсар командасының ойыншыларынан сұрап білгіміз келеді. Барлығымыз жиналайық, барлығымыз келіңіздер ортаға қарай. Флажокты қайдан алуға болады? Бұл команданікі ма? Боғасын беру керек па? Алып кетуге бола ма боғасын? Семейденсіз бе? Да, Семейден емеспін. Қызылордадамын. Қызылордадамын. Қанша жыл тәжірибесі бар жанкүйер ретінде айтыңызшы, биыл Елімайды не күтіп тұр? Сіздің ойыңызша? Мен ойымша Елімай тырысатын сияқты. Биыл жеңетін сияқты. Чемпион болады. Чемпион болады ма? Да. Қайсар чемпион болады, немесе үштікке кіреді деген мақсат қоймағалы біраз болды алдына, немесе кірмегелі біраз болды. Осындай команда жанкүйер болуды айтып кетесіз, қалай ол? Яғни сіз осылай маусымға келдіңіз, командаңыз чемпион болмайтынын білесіз. Бірақ сонда да жанкүйер боласыз. Сонда да Қызылордадан ат терлетіп келесіз, осында қаншама адамдар келеді, қаншама энергия, қаншама уақыт, үйге отбасымен жұмсайтын уақытты осында келесіз. Оның чемпион болмайтынын біліп тұрсыз. Бұлай ғой, әрбір жерде өзінің жері, өзінің елі қымбат дейді ғой. Сол секілді менің ол туып өскен жерім болғаннан кейін команда менің бірінші лигаға түсіп кеткен кезде де мен командамды қолдап, всегда команданың қасында өзімнің жастарыммен, өзімнің балдарыммен сол жерде командамды қолдаймын. Бұл енді жүрекке байланысты деп ойлаймын мен. Қайсар жетістікке жетті деген ұғым айту үшін, деген сөзді айту үшін Қайсар не істеу керек? Құдай қаласа, Қайсар енді өзіміздің көртүстер составты, өзіміздің осы отандық, кәдімгі қазақстандық азаматтарымыз, Алла қаласа енді осы составпен ортаңғы бөлікте аяқтаймыз деген ойда. Ортаңғы бөлікте? Ортаңғы бөлікте болса, Қайсар осы маусымды сәтті қорытындылады деп айтуға болады. Сонда Қазақстандық ойыншылар чемпион атануға әлі жетпейді ғой сонда? Енді әр адамның ойы әртүрлі, менің жеке пікірім ғой. Сәл-пәл жеткіліксіз, өйткені ол легионер болу керек. Футболдан алыс адамдар, легионердің не қажеті бар? Қазақстандық ойыншылар, футболшылар жыл сайын шығып жатыр. Әр спорт мектебінде қаншама жүздеген балалар тәрбиеленіп жатыр. Олар қайда барады? Егер де легионерлер келетін болса, олар оның үстіне алаңдағы орында алады, оның үстіне миллиондаған айлық алады дейді. Не үшін қажет легионер сонда? Енді мақтыға қарап мықты шығады. Мықтыға қарап мықты шығады. Ондай легионер дегенде үйіп төгіп бір 10-15 легионерден алу емес, 1-2 легионерден алса, алдыға қарай команданы сүйрейтін легионерлер кәдімгі достойны легионер деп айтуға лайықты сондай азаматтар келсе, меніңше жақсы болатын.
достойный деген ол неше адам? 15 адам емес, окей, неше адам? Екі адам жеткілікті. 1-2 адам? Астана аренаны қызылордалықтар мен семейліктер толтырып отыр. Бір бөлігін ғана нақтырақ айтсақ, мінекей Қайсар және Елімай. Неге Семейдің жанкүйерлері көп болса, Қызылордадан кейін? Астанада ма? Иә. Өйткені 90-шы жылдары Семей чемпион болды ғой, үш рет чемпион болды. И сол оларда қалыптасқан фанаттары 90-шы жылдары. И 30 жыл бойы, 20 жыл бойы олар ұйықтаған, иә? Спящий болельщик дейміз. И қазір олар оянып жатыр. Негізі Семейде болельщиктер көп. Өйткені 90-шы жылдары Смаков ойнағанда, Карпович ойнаған кезде оларда қалыптасқан, иә? Культура, фанатский культура. Жалпы дұрыс па, негізі жақсы ма қазақстандықтардың болған? Қаражат жағынан дұрыс, қаражат жағынан, ақша жағынан. Бірақ ойын жағынан білмеймін. Сіздің ойыңызша дұрыс па, дұрыс емес пе? Менің ойымша дұрыс емес, өйткені бізде мектептер онша көп емес, қатты мектептер, академиялар. Егер Қайрат сияқты академиялар көп болса Қазақстанда, сонда олар жарайды, окей деймін. Ондай академиялар бізде аз, тренерлер аз, детский тренерлер. И сол үшін бізге по-любому хотя бы 1-2-3 легионер керек, мықты. Вратарский позиция всегда, вратарский, сосын защитник, ол ең проблемный позиция Қазақстанда. Мықты қазақстандық ойыншылар ма Қайсардың сапындағы? Әлде Ең бастысы местный ойыншылар ғой, Қайсардың, Қызылорданың ойыншылары. Негізі? Иә, негізі. Бәрі емес? Иә, білем, бәрі емес, бірақ көбісі. И олар өз елің, өз сыр елі үшін бәрін көрсет деп үміттенемін, бірақ менің ойынша орташа футболисттер. Өйткені 1-2 футболист бар уже, предпенсионный возрастта уже, пенсионер, я дейміз, as goes on. Әрбір тырысты Қайсар шабуыл жасап көрді. Гол алмадың, дұрыс. Голды. Біз ба кінәл? Біз кінәліміз өлді. Кешіңіз. Қайсардың ойыншыларының ешқайсының құлшынысы жоқ, ұтылып қалды, 2-0. Сұхбат алғымыз келген. Бәлкім кейін. Қазір брифинг болып жатыр. Который был наигран, его нет. Сейчас абсолютно новый состав. Менің ойымша, әр командада 2-3 дегенде былай айтқанда жоғарғы деңгейде легионер болған дұрыс секілді. Өйткені легионер бізде қазақстандық ойыншыларға қандай да бір техника жағынан көмек және профессионалды тұрғада көмегін көрсетуі мүмкін ойыншының даму барысына. Қай сәтте, қай уақытта тек қана қазақстандық ойыншылармен ойнауға болады? Меніңше ол тек жаңағы команданың академиясы болған жағдайда, жақсы тренировочный поле болған жағдайда, және өзінің түлектері шетелдік болмасын, басқа қазақстандық клубтарға көп сатылып немесе жіберіп жатқан кезде тек қазақстандық ойыншылармен ойнауға болатын секілді. Қайсарда бар ма ол? Қайсарда жоқ деп айтамаймын, өйткені Қайсардың түлектері бар, Асқат Тағыберген секілді. Қайсардан шыққан көптеген ойыншылар бар, негізі жалпы. Академия жоқ. Дұрыс оқушыларды, балаларды дайындау жүйесі ретке қойылмаған.
Бірақ сонда да дәл қазір легионерсіз ойнаймыз деп айтып жатыр да, соған байланысты көбісінің екіұдайлы пікір бар. Молодец, жарайсың, патриотизм, тек қана қазақтар бүгін болмаса қашан, қазірден бастау керек. Екінші пікір, осы жылы Қайсар ұшады. Сіз қайсысын қолдайсыз? Мен енді өзім қызылордалық болғаннан кейін кішкене Қайсарға жанкүйерлік етемін биыл. Өйткені жалпы айтқанда жаңа Қазақстанда чемпионатында болмаған жағдай ғой, бұл тек қана қазақстандық ойыншылармен ойнап шығу. Бұл кейбір командалар болады, мысалы легионерлердің деңгейі төмен легионерлер дегенше, одан да өзіміздің қазақстандық ойыншылармен ойнап шыққан деген пікір менде. Биыл Қайсарға бөлінген қаражат спорт мектебін есептемегенде 1,2 миллиард теңге екен. Бұл Қазақстан футболында футбол түсінбейтін адамға түсіндіріп беріңізші. Бұл көп ақша ма, аз ақша ма? Бұл аз ақша деп ойлаймын мен. Өз ойым, Қазақстан чемпионатын дамығысы келсе, бізге көптеген қаражат бөліну керек. Өйткені футбол ол қаражаттан тұрады. Ол футболда тек қана 11 ғана футболист ойнамайды. Ол жерде футбол орталығының балдары бар. Одан бөлек тренерский штаб бар. Одан бөлек жаңағы өтетін сборлар бар. Қазақстан бойынша ұшып өту жолы бар. Неге бұл дүниелердің барлығына мемлекет қаржы бөлу керек? Неге инвестиция тартылмайды? Неге спонсорлар тартылмайды? Келгісі келмей ма олар? Меніңше барлығы сол инфраструктураға байланысты. Инфраструктура дамыса бізде Қазақстанда спонсор да келеді, инвестиция да келетін секілді. Өйткені барлығы жаңағы біз өзіміз продукт беруіміз керекпіз, жаңағы инвесторға продукт дайындауымыз керекпіз. Мемлекет қаржы құю керек ол академияға, мемлекет қаржы құю керек ол инфраструктураға. Содан кейін барып қана оны свободный плавный дейді. Продукт ретінде өзіміз сатуға шығара аламыз. 1,2 миллиард ақша ол ақша емес. Ол команданың былай бір жылға өмір сүруіне енді тартып жеткізетін қаражат деп есептеймін. Өйткені қазіргі инфляциямен салыстырғанда ол бізде $2 миллион көлеміндегі, $2,5 миллион жетер-жетпес ақша. Еуропада қарасақ, тіпті Болгарияның ортаңқол командасының бюджеті €10 миллион. Бізде командалардың 80% 1,2 миллиард ақша, жаңағы €2,5 миллион мен өмір сүреді чемпионат бойы. Қайсар ұшады дейді біреуі ұшпайды дейді. Сіздің ойыңызша? Жоқ, менің ойымша ұшпайды, өйткені олар жаңа стадион салып жатыр. Келесі жылы бір жылдан кейін жаңа стадион болады. Сол үшін оларға ұшып кетуге болмайды. Қайсар басшылығы биылғы маусымға бізге нақты задача жоқ дейді. Яғни ұшып кетсек, окей, егерде Чемпиондар лигасының зонасына өтсек, немесе Еуропа лигасының зонасына өтсек, окей. Бірақ біздің қалауымыз ортасында болу дейді, сіздің айтқаныңызша. Егерде ұшып кетсе, қандай сезімде боласыз, қандай ойда боласыз? Неге бұл сұрақты қойып жатырмын? Өйткені келесі маусымда Қайсар жаңа стадионда ойнауы мүмкін. Екінші лиганың командасы жаңа стадионда ойнайды дегенді мен елестете алмай тұрмын просто. Мен білмеймін неге екенін, әуелі Аллахы, бірақ 90% сенімдімше ұшпайды. Өйткені біздің өзіміздің қазақ жігіттеріміз осы поляда барын салып ойнайды. Өйткені ол балаларды қараймыз ғой, енді өзіміздің кейбіреулері араласатын достарымыз, кейбіреулері ағаларымыз, кейбіреулері інілеріміз деген секілді. Бойларында кәдімгідей олар үшін үлкен мүмкіндік өз-өздерін көрсету үшін олар Құдай қаласа жеңістерге жетіп қалады деген сенімдемін өзім.